Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай универсальный тюрбан тігіп үйренетін боламыз. Осындай бір тюрбан тігіп алсаңыз, кез келген шарфпен осылай үйлестіріп таға берсеңіздер болады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Тюрбан тігуді бастаймыз. Міне мен осындай трикотаж матасын алдым. Ұзындығы бізде 53 сантиметр алам. Ал иіні енін 37 сантиметр қылдырып аламын мен. Матамызды екі бүктедік. Енді мына жақтан мен 17 сантиметр белгілеймін. Мына ашық тұсынан 17 сантиметр белгілеп тауып аламын. Мына жерге келіп тұр. Енді осы жақты былай доғал етіп сызамын. Осы аралықты қиып аламыз. Міне бізде осылай шықты. Енді мына жағын осылай қайырамыз. Бұл бізде бас жағы болады. Примерно бір 3-4 сантиметр осылай қайырасыздар да, мына жағынан түзу тігіс түсіресіздер. Міне мен тігіп шықтым. Қайырып 3-4 сантиметр қайырып тігіп шықтым. Енді бұның дәл ортасын тауып қоямыз, белгілеп қоямыз. Және де бізге осындай тағы бір деталь қажет. Ұзындығы 15, ал ені 10 сантиметр. Бұны осылай қайырып, ішкі жағынан қайырып, мына жерге тігіс түсіреміз де оң бетіне аударып аламыз. Міне мен тігіп оң бетіне аударып алдым. Енді бұны біз міне осы жаққа осылай тігетін боламыз. Ол үшін мына ең алдымен мына дәл ортасынан 8 сантиметр көтерілеміз. Осы жерде белгілеп аламын. Ортасын осылай тауып сызып аламын. Енді мына матамызды мына жерге осылай қоямыз да, міне. Қазір булавкамен түйреп аламыз. Міне булавкамен түйреп алдым. Енді мына жақтан бір тігіс, мына жақтан бір тігіс түсіреміз. Міне мен тігіп шықтым, міне ортасын. Енді тюрбанымызды жинаймыз, қараңыздар. Ең бірінші міне мына жағын тігеміз. Мына жақты түзу тігеміз. Сборка жасамаймыз бұл жерге, ал мына жақты міне осылай жинап тігіп шығатын боламыз. Осылай булавкамен түйреп аламыз да, одан кейін түзу тігеміз. Міне мен осылай 3 сборка жасадым.
ал мына жағын түзу тігіспен тігеміз. Осылай тігіп шығамыз қазір. Қараңыздар, егер де мына тюрбанның мына жағы сіздерге ұнамай тұрса, шошайып тұрса, мына жақты мына біреу жерге әкеп осылай тігіп қойсаңыздар болады. Сонда мына жақ шошайып тұрмайды, осылай домалақ болып тұрады да. Ине жіппен осылай мына жерін тігіп қойсаңыздар болады. Міне біздің тюрбанымыз осылай шықты. Киілгенде осындай шапочка сияқты тұрады. Мына жақта бізде шашымыз тұрады. Қараңыздар, мына жерге енді шарфты, әртүрлі шарфты осылай тағып алсаңыздар болады. Мына жақта осылай кіргіземіз. Міне, қараңыздар, біздің тюрбан осылай шықты. Осылай кез келген шарфты мына жерден кіргізіп, осылай тағып алсаңыздар болады. Мына қара түс барлық шарфпен үйлесе береді. Сіздер де осылай тігіп алсаңыздар болады. Ұнаса лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.